Ассалаумағалейкум, ардақты халқым. Көптеген адамдар табыс туралы айтады және табысты болғысы келеді. Менің айтпағым, кез келген табысқа жетпекші болған адамдар табысын таңнан бастау керек. Бұл айтпағым, адамдар ерте тұрып бір күндік жұмысына, өміріне жоспар жасау керек дегенім. Қасиетті кітаптардың барлығында, мейлі Құранда болсын, мейлі одан бұрын түскен кітаптардың барлығында болсын, даналықтың басын мына 3 түрлі нәрсеге бағыттайды. Оның бірі аз ұйықтау, аз тамақтану және аз сөйлеу. Расында да бұл үшеуінің маңызы үлкен. Біз енді керісінше ойлап көрейікші, көп сөйлеу, көп тамақтану, көп ұйықтау. Онда біздің адамдық қалпымыздан кеткеніміз болады. Осының ішінде менің өзімнің пайымдауымша аз ұйықтау бірінші орында тұрады. Өйткені аз ұйықтау ұйқының қанбай қалуы дегендікті білдірмейді. Ол ерте жатып, ерте тұру дегенді білдіреді. Ерте жатып, ерте тұрған адамның қашанда санасы сергек болады. Ондай адам білімге, ғылымға құштар болады, үйренгенін тез сіміріп алады. Рухани дүниелерді жақсы меңгергендіктен олар өмірдің мәні тамақтануда емес екенін біледі. Сондықтан тамақ үшін өмір сүру емес, өмір сүру үшін тамақтанудың керектігін, өзек жалғаудың керектігін біледі. Міне, ондай адамдардың өмірге деген ынтасы да жоғары болады. Көптеген табысқа жеткен адамдардың тарихын қарастырып көрдім. Сонда көпшілігі таңертең ерте тұрады. Біздің исламның құндылықтары бойынша да таңғы намазды оқудың адам денсаулығы үшін пайдасы ұшан теңіз. Ал енді өкінішке орай көптеген азаматтар таңда тұра алмайды. Оның себебі сол түнде жай жатады. Уақытының көбін теледидардың алдында немесе қол телефонымен шұқылаумен өткізеді. Шын мәнінде ғылым тұрғысынан алып қарағанда, адам ұйықтарға жатардан 2 сағат бұрын ешқандай телевизорды да, қол телефонды да көрмеу керек. Өйткені ұйқысы баянды болмайды. Ал енді таңда ерте тұру үшін біз ерте жатуымыз керек, әрине. Отбасымызды, бала-шағамызды осы дағдыға баулуымыз керек. Көптеген ата-аналар айтады, балаларымыз таңертең тұрмайды, қиналады деп. Оның себебі балаларда емес, ата-ананың өзінде. Өйткені олар өздері түнде ұйықтамайды, ерте жатпайды. Түннің бір уағында тамақтанады, шай ішеді, кино көреді, міне өстіп қайдағы жоқ дүниелерге уақытын өткізеді. Ал адамның денсаулығы сағат түнгі 10-ға келген уақытта жату керек. Өйткені ары қарай біздің организмдеріміз демалатын уақыт басталады. Бірақ өкінішке орай біз міне сағат 10-да тамақ ішіп, шай ішіп, организмімізді тағы да қамшылаймыз. Сөйтіп, организмімізді шаршатамыз. Заңдылық бойынша біздің ішкі организмдеріміз сағат 10-нан кейін демалу керек және өзін-өзі тазалау процесін жүргізу керек. Міне біз таңертең өзімізді ояту үшін осында миымызды алдайтын бір әдісті қолдануымыз керек. Ол шынында да біз үшін керек әдіс. Намаз оқитын адамдар онсыз да таңертең ерте тұрады. Ал намаз оқымайтын көпшілік нені ойлау керек? Ерте жату керек және ойлану керек таңертең. Мен түні бойы организм тазаланып шықты, енді одан шыққан мол вирустар, микробтар менің ауыз қуысыма, көмекейіме кеп жиналып тұр деп. Шын мәнінде ғылыми тұрғысынан да солай. Түнімен тазаланған организмнен шыққан қалдықтар ауыз қуысында, көмекейде жиналып тұрады да, таңғы тіршілік оянған уақытта, жүрегіміздің соғуы жиілеген уақытта, қайтадан организмдер іске қосылған уақытта олар шығарылып тасталмағаннан кейін қайтадан ішкі организмдерімізге қайтып кетеді. Бұл деген біздің көптеген ауруға душар болуымызға және өмірімізбен ерте қоштасуымызға септігін тидіретін жаман әдет. Сондықтан осыны ойлануымыз керек те, ерте тұруға дағдылануымыз керек. Ал енді ерте тұрдық, не істейміз дегенге келейік. Өйткені адамның күні таңнан басталады. Біз оны жай бір таң атты, не болмаса жай бір күн басталды деп қана ойлауымыз мүмкін. Шын мәнінде ол олай емес. Бір таң бізге берген мол мүмкіндік. Шүкіршілік жасауымыз керек. Ол жаңа өмір, жаңа кезең, жаңа табыстар, жаңа жетістіктер, жаңа нәтижелер.
Міне біз әр таңды осылай қабылдағанымыз жөн болады. Сонда біз әр таңның бойында өткеніміздің де, бүгініміздің де және болашағымызда жатқандығын терең сезінетін боламыз. Міне осындай таңға тұрған уақытымызда біз жүрегімізге, көңілімізге көңілсіздік әкелетін дүниелерден бірінші кезекте арылуымыз керек. Ол біздің телефонымыз және телеарналарымыз. Өйткені телеарналар мен телефондарды қосатын болсақ, одан көптеген біздің жүйкемізге ауыртпалық әкелетін, көңіл күйімізді құртатын көптеген ақпараттарды оқимыз. Адамдар неге қорқынышты, үрейлі дүниелерді көруге құштар болады деп ойлайсыздар? Себебі адамдардың миы қашанда сақтықпен, адамдарды қорғау мақсатында жұмыс жасайды. Сондықтан біз өзіміз зат бағасы қымбаттап кете ме, жоқ тағы қандай бір проблемалар бола ма деп алаңдап жүреміз. Міне осыны алдын ала сақтық үшін көреміз. Сондықтан адамдар қашанда жаман, қиындық дүниелерді көруге құштар болып тұратын себебі осыдан. Сондықтан жаңа айтқандай телевизорымызды қосудың, қол телефонымызды қосудың қажеті жоқ. Керісінше, сол таңдағы ауа райына ризашылығымызды, деніміздің сау екендігімізге ризашылығымызды, балаларымыздың аман екендігіне, еліміз, жұртымыздың аман екендігіне шүкіршілік етіп, көңілімізге қуанышты шақтарды ойлауымыз керек. Жоқ, қуанышты да ойлауымыз керек, өткен шағымызды да ойлауымыз керек. Бүгінгі болатын, бүгінгі көретін бір жақсы дүниелеріміз болса, кездесетін адамдарымыз болса, соны да жақсы жағынан ойлауымыз керек. Әйтеу қалай болмасын, көңілімізге жақсылықтарды тоғыстыруымыз керек. Ал көңілімізге жақсы дүниелер тоғыстырып болғаннан кейін отырып бір күндік жоспарымызды жасап қоюымыз керек. Әрине ол кешкісін жасалады, бірақ таңертең тағы да қосымша дүниелер болса, оны қосып жазып қоюымыз керек. Одан кейін күніміз үшін ең маңызды болған бірінші орында тұратын жұмыстарды алдымен істеп ұстауымыз керек. Көптеген адамдар алдына не кезіксе, сол жұмысты істеуге дағдыланып болған. Жоқ, олай болмайды. Таңғы уақытта күш қайратымыз, ақыл ойымыз ұшқыр уақытында ең өзекті, ең маңызды дүниелерді жасап тастағанымыз керек. Одан кейін екінші, үшінші орынға қойылатын жұмыстарды істеуіміз керек. Міндетті түрде таңғы дене шынықтырумен айланысуымыз қажет. Өйткені ол біздің өміріміздің айырылмас бір бөлшегі. Өйткені дене шынықтырған адамның бойларында көптеген адамның қуаныш гормондарын, бақыт гормондарын бөлетін организмдердің жұмысын жақсартады. Одан кейінгі бір айта кететін жағдай, таңғы асты нәрмен ішуіміз керек. Көптеген адамдар таңғы асты ішпейді, кофе ішеді, не чайға не іше салады, тіпті ешқандай дүние аузына салмайды деуге де болады. Бұл өте қате. Себебі олар түнде тамақты не жай ішкен, не түнде өте көп тамақ ішіп, таңертеңге дейін асқазан оны қорытып үлгермеген. Сондықтан түнде тамақты аз ішу керек, таңертең тұрғанымызда қарнымыз ашып тұру керек. Міне. Ал таңғы ұйқыдан кейін аузымызды шайып, тазалығымыз жасап болғаннан кейін су ішіп, одан кейін барып дене шынықтыру жұмыстарымен айланысуымыз керек. Одан кейін барып таңғы асқа отыруымыз керек. Ал енді таңғы астың қандай болатындығы ол түсінікті. Ол бізге көп болмаса да қуатты, витаминдерге, ақуыздарға бай дүниелер болу керек. Міне, достар, құрметті ағайындар, таңда осындай әдеттерді қалыптастыруымыз керек. Сонда біздің бір күнгі күніміз жақсы өтеді, нәтижелі болады. Өйткені табыс таңнан басталады.